Баршаңызға сәлем, менің есімім Хадижа. Мен сүйікті қолөнер атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде мастер-класс осындай шапка эльф тоқуын үйрететін боламын. Егжей-тегжейлі басында есептеп үйретемін. Сондай-ақ таблица беремін есептелген. Сол арқылы тоқсаңыздар, мен тығыздығыма түсіп тоқсаңыздар болады. Сондай-ақ өзіңіздің жібіңізге және өзіңіздің тығыздығыңызға қалай есептеу керектігін көрсетемін. Және тығыздық деген не, соның бәрін айтатын боламын. Енді бастаймыз әрғата. Ал сәттілік деймін. Бірінші шапка қандай екен көрсете кетейін. Шапка осындай болып келеді. Мынау дейтін бізде құлақтар жағы, құлақ жағы, баланың құлақ жағында тұратын жақтары міне. Мынау маңдай жағым. Шапка екі жағынан кигізсеңіздер болады. Мынау жұмыстың оң жағы деп айтамын мастер-класста, бірақ мына шапканы біз екі жаққа аударып кисек болады. Тек мына жеріндегі жіпті айтатын боламын, қалай жасау керектігін. Сосын міне бізде теріс жағы дегенде, міне маңдайда бізде мынандай теріс ілмектермен тұрады. Егерде осы жағын кигізсеңіздер, ал егерде мына жағын кигізсеңіздер, оң жағын, мен оң жағы деп айтамын, оң жағын кигізсеңіздер осындай болып келеді міне. Әдемі, осындай өрілген болып. Сондай-ақ бізде мына айкорд шнурмен тоқылады бау. Осындай болып келеді әдемі. Онда біз егжей-тегжейлі қарастыратын боламыз қалай тоқитынын. Содан кейін біз дейтін желке жағын жабамыз. Яғни біз мына жерде ілмек тереміз де, сосын мына қатарларды баспалдақ қойып тоқимыз. Сосын тоқ болғаннан кейін біз мына желке жақтағы ілмектерді тебен инемен жабамыз. Содан кейін біз айкорд шнур тоқимыз. Айкорд бау деп айтылады ғой, енді қазақшада. Айкорд бау тоқимыз да, мына желке жақтан біріктіреміз екеуін. Сосын келесі бауды тоқимыз, сөйтіп тоқылады бұл шапка. Енді біз есепке көшейік. Шапканы тоқымас бұрын бізге не керектігін айта кетейін. Бізге ең бірінші зат біз үлгі тоқуымыз керек. Үлгіні біз инемен тоқимыз, яғни иненің нөмірін осы жерде таңдаймыз. Бірінші үлгі тоқымай тұрып. Бірінші инені таңдағаннан кейін жіпті алып осындай үлгі тоқимыз. Яғни бізде шапка өзі осындай 2×2 резинкімен келеді. Сол 2×2 резинкімен келгесін біз үлгінде дәл солай тоқимыз. Яғни біз қазір есептейміз. Өзіміздің тығыздығымызды сол үшін осындай үлгі тоқимыз. Үлгіні біз ілмектер тереміз. Мастер-класста алда көрсететін боламын. Қалай ілмектер теру керектігін соған қарап, сіз өзіңіздің үлгіңізді тоқсаңыздар болады. 2×2 резинка тоқимыз. Онда мен алда көрсететін боламын. Шапкаде қалай тоқу керектігін 2×2 резинка егерде сіз білмесеңіз, онда сол алға жылжытып қарасаңыздар болады. Содан кейін біз осындай тоқимыз. Где-то біз 25-20 ілмектеріміз керек. Соны тоқимыз да, осындай 2×2 болып тоқимыз да, сосын ілмектерді жабамыз. Жапқаннан кейін біз жіпті қиып тастаймыз. Содан кейін бұл үлгіні біз міндетті түрде жуамыз. Жуғанда біз 30 градустық суға қолмен жуамыз. Сосын ысқыламаймыз, дымыстемейміз, тек қысып-қысып, яғни бүйтіп қысып-қысып кептіреміз. Содан кейін жылы жерге қойып кептіреміз. Сосын біз енді осы үлгіні алдағы уақытта қолданатын боламыз. Оны дайындап қоямыз. Жіп менде қазір сізге көрсетейін. Осындай жіп Фиджи. Мына қағазын жоғалтып алдым. Осы қағазы міне пряжа Истроиска деген Фиджи деген жіп. Бұл меланж жіп. Яғни осындай көк пен ақ аралас. Мына жерде айта кеткен болатынмын. Мына жерде жазыла кеткен болатын. Меланж светлый голубой дейді. Мына бізде 85-22 деген осы цветтің номері. Егерде сізге осы жіп ұнаса, осы түстен таңдасаңыздар болады. Енді бізге алда керек заттар қайшы, манаға ине, біз үлгі тоққан инені аламыз.
Сондай-ақ менікі бұл жерде 4-ші нөмірлік ине. Мына жерде көріне ме екен, қазір көрсетем. Көрінбейді ау деймін. Әйтеуір 4-ші нөмірлік миллиметр ине. Сосын қайшы айттым. Сосын тебен ине керек. Бізге тебен ине айтқан болатынмын. Мына шапканың желке жағын біз инемен жабамыз. Мындай оң ілмектермен көріңіз, дым білінбейді. Соны қазір үйрететін боламын алда. Содан кейін бізге метр керек. Сондай-ақ бізге теруші, тоқма теруші маркер деп айтады. Тоқма терушіні аламыз. Мынандай түрлерді болады. Және де мынандай түрі болады. Бәрібір қандай алсаңыздар, даже тоқыма терушіңіз болмаса, онда жіпті домалақ болып байлап, сол жіпті қолдансаңыздар болады. Ол бізге не үшін керек? Ол бізге қазір мына жұмыс барысында біз шатасып кетпеу үшін екі маркер керек. Екеуін алып қоясыздар, сосын дайындап қоясыздар да, сосын арғата жалғастырамыз. Енді біз есепке көшейік, есепке қалай тоқитынымызды айта кететін боламын. Ең бірінші бізге есепке не керек? Бізге есепке үлгі керек. Содан кейін қағаз ручка, ол енді түсінікті. Содан кейін бізге метр керек. Қазір өлшейтін боламыз. Ручкамызды дайындап қояйық. Мына жерде енді үлгіні өйстіп қоямыз да. Шапка баста қалай тұрғанын қалайсыздар, сондай қол өлшейсіздер. Мен кішкене тартып тұрған күшті көремін. Негізі бұл резинка болған жерде тартылады, қатты созылады. Сондай-ақ сол үшін кішкене тартып өлшеген жақсы. Сосын 10 сантиметрде неше ілмекке есептейміз. Яғни қазір менде мына жерде жұмыс барысында 22 ілмек. 22 ілмек, яғни ортасында 20 ілмек, сосын 2 шеткі ілмек бар. 2 шеткі ілмек санамаймыз, тек мына жердегі ортасындағы ілмектер санаймыз, неше ілмек бар екен. Менде мына жерде 20 ілмек, яғни 10 сантиметрде менде 20 ілмек. Мына жерге жазамыз. 10 сантиметрде менде 20 ілмек. Самада 20 ілмек. Сол 20 ілмекті мен 10-ға бөлемін. 20-ны бөлемін 10-ға. Сонда бізде тең болады 2. 2 деген не? Бізде 1 сантиметрде, яғни 1 сантиметрде бізде 2 ілмек болды. Ол 2 ілмекті біз не істейміз? Енді біз 2 ілмекті, яғни қазір біз шапканы өйстіп тоққан кезде, мына баланың басын айналымын тоққан кезде, балаға басына өйстіп барып тұру үшін біз деген осы жерге ілмек жинауымыз керек, ілмек теруіміз керек. Сол қанша ілмек тереміз, соны жазамыз қазір. Осыған бөлеміз сол кезде. Мен дейтін баланың бас айналымын осы жерге жазып кеткен болатынмын, міне. Таблица бойынша, міне осындағы 0,3-тен 2 жасқа дейін бет айналымы. Яғни бас айналымы емес, бет айналымын аламыз біз баланың. Бет айналымын біз қалай өлшейміз? Мына баланың дейтін, мына жерде көрсеткен болатын, баланың мына жаға жағынан бастаймыз. Сосын арғада өлшеп, келесі жағаға шейін өлшейміз. Баланың басында қалай тұрады, соған байланысты. Желкесі бәрі жауып тұру үшін сөйтіп өлшейміз. Содан кейін, егер де сізге мына жерде сіздің балаңыздың басы өлшем, бет айналымның өлшемі жоқ болса, онда өйстіп өлшейсіздер. Міне айта кеткенімдей, сөйтіп өлшейсіздер. Енді егер де осы жердегі бір санды балаңыздың бет айналымы болса, онда осы жердегі таблицаны алып өлшейсіздер болады. Егер де дейтін, әртүрлі бала дейтін әртүрлі болады ғой. Сол үшін барынша өзіңіздің балаңыз қасыңызда болса, немесе немереңіз қасыңызда болса, онда баланың бет айналымын өлшеп істеген жақсы. Балдар әртүрлі болған жерде сөйтіп өлшеген жақсы. Алда мастер-класста 0-3 айға үйрететін боламын бірінші. Бірақ өте оңай екен, түсінесіздер алдағы уақытта қалай есептеу керектігін көрсеткен жерде бәрі түсінікті болады. Қазір бірінші біз деген мен
қазір осы мастер-класста 0,3 айға ілмек теруім керек. Ол үшін мен 28 сантиметрді аламын. 28 сантиметрді мен ілмек санына көбейтемін. Не үшін? Бәрі түсінген боласыздар. Не үшін екенін көбейтемін ілмекке айналдыру үшін мына сантиметрді. Ол үшін біз мына 2-ге көбейтеміз, 2 ілмек санына. Сонда бізде калькулятор алайын. Сіздерге есептеу үшін мен калькулятор алып келдім. Енді біз 28-ді көбейтеміз 2-ге. Бізде 56 болды. 56-ны сразу жазбаймыз біз. Мына жерге сразу біз мына сан, яғни 56 бізде 4-ге бөлінген екен, соны қараймыз. 4-ге қалдықсыз бөлінсе, онда біз 56 деп жазып қоямыз. Яғни сіз өзіңіздің саныңызды сөйтіп қарайсыздар. Егер де сізде тығызыңыз басқаша болса, 2 ілмек емес, басқаша болса, сонда өстіп есептейсіз. Бет айналымын аласыз, сосын өстіп есептейсіз. Содан кейін бізде, енді менде 56 шықты, 28 сантиметр 56 ілмек теруіміз керек. Бірақ мына жерде енді мен осы ілмекке мен 2 ілмек қосамын. Ол не үшін десеңіздер, мына шапка менде былай басталады, қараңыздар. 2 оң ілмекпен басталып, 2 оң ілмекпен біту керек. Сол үшін әдемі көрінеді бұл. 2 оң ілмекпен басталып, 2 оң ілмекпен біту. Сонда бізде мына ортадағы ілмек бізде оң болады. Оң ілмек болады. Сол үшін 2 оң ілмек қосамыз. Содан кейін тағы 2 ілмек қосамыз. Ол 2 ілмек не үшін? Мынандай қазір біз тоқыған кезде осындай шеткі ілмектер болады. Соны біз есептейміз. Сол үшін осындай 2 ілмек қосамыз. 2 ілмек қостым, шеткі ілмек болып бізде. Шеткі ілмек. Сонда бізде 28-ді бет айналымын көбейтеміз өз тығыздығымызға. Менің тығыздығым 2 ілмек. Соны көбейткенде біз дейтін 56 ілмекке шықтық. Яғни 28 ілмекте, 28 сантиметрде бізде 56 ілмек. Оған біз 2 ілмек қосамыз. Оның ортасында, шапқаның ортасында оң ілмектермен тұру үшін. Содан кейін 2 шеткі ілмек қостық. Енді бізде 56 қосу 4. Бізде 60 ілмек тереміз. 60 ілмек. Енді алда уақытта біз 60 ілмек тереміз инеге. Сосын арғады тоқимыз. Сіз өзіңіздің сөйтіп дәл осылай, өте оңай, дәл осылай есептейсіз де, осы өзіңіздің ілмегіңізге келесіз. Сол ілмекті, мана айтқандай, есептегеннен кейін біз осы ілмекті инеге тереміз алда уақытта. Сондай-ақ менің ілмегіме тығыздығыма түссеңіздер, яғни 10 сантиметрде сізде де 20 ілмек шыққан болса, яғни 1 сантиметрде 2 ілмек болса, онда сіз дым есептемей осы таблица арқылы тоқысаңыздар болады. Осы таблицаны скриндап алсаңыздар болады. Сосын алдағы уақытта осыны қолданып қарасаңыздар болады. Ана қағаздарды арада сыртстайық. Енді жіптің ұшын ұзынырақ аламыз. Ілмек саны жету үшін қанша ұзынырақ аламыз. Содан кейін біз саусағымызға өстіп іліп аламыз. Яғни матоктан шыққан жіпті өстіп білеміз де, бас бармақтан өткіземіз бірінші, сосын саусақтан өткіземіз. Сосын осы жерге қыстырып аламыз. Содан кейін біз мына инені астынан алып келеміз де, сәл бұрамыз. Сосын мына жіпті көтереміз. Яғни бас бармақтағы жіпті көтереміз де, сол саусақтағы жіпті, сол бас бармақтағы қалыптасқан ортадағы жіптен өткіземіз. Бізде 2 ілмек болды. Енді дәл солай, яғни бас бармақтағы жіпті көтеріп, сол саусақтағы жіпті осыдан өткізіп, өстіп дәл солай өз ілмегімізді тереміз. Манаға есептеген, немесе таблицадағы ілмекті тереміз. Мен 0,3 айға 60 ілмек теремін. Яғни 3, 6, 7, 8, 9 сөйтіп есептеп өз ілмегімізді теріп шығамыз.
теріп болдым. Енді біз деген резинка 2-2 тоқимыз. Бірінші қатар, шапқаның бірінші қатары бізде былай болады. Яғни бірінші қатар бізде 2-2 резинкаден тұрады. Яғни бізде бірінші ілмек шеткі ілмек, содан кейін 2-2 мен жалғастырамыз да, сосын соңғы шеткі ілмекті тоқимыз. Шеткі ілмек болды. Біз жұмысты теріс жағынан бастаймыз. Яғни бізде жұмыстың теріс жағы мындай теріс ілмектерден тұрады. Қараңыздар. Біздің жұмыстың оң жағы. Жұмыстың оң жағы бізде артта қалып қойған болғасын, біз деген былай тоқимыз. Қазір көрсетейін кетейін. Бізде мана басында айтқандай, бірінші 2 ілмек оң ілмек, сосын соңғы ілмек оң ілмек болу үшін біз жұмыстың теріс жағында мына 2 ілмекті теріс тоқимыз. Бірақ бірінші бізде алдында шеткі ілмек болады. Шеткі ілмекті біз былай істейміз. Оң жақ әрдайым оң жақ инеге шешеміз. Содан кейін бізде мына жерде екінші және үшінші ілмек бар. Соны біз теріс тоқимыз. Ол үшін біз жұмыс жібін, яғни негізгі жіпті жұмыстың алдына шығарамыз да, сосын инені мына ілмектің арт жағынан алып келеміз. Арт жағынан алып келгеннен кейін мына жіпті сол ілмектен, яғни тесіктен алып шығамыз. Сонда бізде бір теріс ілмек болды. Енді келесі дәл солай. Негізгі жіпті жұмыстың алдына шығарамыз. Инені арттан алып келіп, осы тесікке саламыз. Содан кейін мына жіпті содан алып шығамыз. Содан кейін бізде 2 теріс ілмек тергеннен кейін 2 оң ілмек тереміз. 2 оң ілмекті теру үшін негізгі жіпті жұмыстың арт жағына шығарамыз. Енді біз инені алдыңғы жағынан тұрамыз ілмектің. Сонда бізде осындай тесік қалыптасады. Сосын осы жіпті инеге іліп, өстіп алып шығамыз. Екінші ілмек оң болады. Сөйтіп соңына дейін жалғастырамыз. Яғни 2 теріс ілмекті айтқан болатынмын. Жіпті жұмыстың бер жағына жібереміз. Инені арт жағынан тығамыз да, сол жіпті алып шығамыз. 2 теріс, содан кейін 2 оң тоқимыз. Сөйтіп соңына дейін жалғастырамыз. Мына соңғы ілмек бізде былай тоқылады. Қазір көрсете кетейін. Бірінші соңына дейін осы 3 ілмекке шейін тоқимыз. Ілмекті дұрыс терген болсаңыз, міне осындай болып шығады. Яғни міне мен 2 оң ілмек тердім. Енді 2 теріс ілмек теремін. 2 теріс ілмек, сосын мына соңғы ілмекте теріс болады бізде. Яғни соңғы шеткі ілмекте теріс тоқимыз. Әрдайым жұмыс барысында біз жұмыстың басында, яғни біз аударамыз ғой, оң жағына, яғни сол жағына аударғанда, жұмыстың басында біз шеткі ілмекті шешеміз, соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Қазір біз енді екінші қатар тоқимыз. Екінші қатарды да біз дәл солай тоқимыз, яғни көрсететін болмын. Екінші қатар бізде бір шеткі ілмек, 2-2, сосын соңғы шеткі ілмек. Дәл солай тоқимыз. Бірінші шеткі ілмекті оң жақ инеге шешеміз. Енді бізде жұмыстың оң жағында мына 2 ілмек оң болып келеді. Оны біз оң тоқимыз. Теріс ілмекті теріс тоқимыз. Оң ілмекті оң тоқимыз. Сөйтіп соңына дейін тоқимыз. Соңғы 3 ілмекке келдік. 2 оң ілмек. Содан кейін біз мына шеткі ілмекті теріс тоқимыз. Мына жіпті тартып тұрамыз, мына жіп қашып кетпесін.
So'sin biz o'sha екі қатар to'qidik. Endi biz degan tag'da екі қатар to'qiymiz. Qatarda qalay есептеген оңай. Mana ters ilmeklardan есептесеңіз, mana ko'rinib tur. Birinchi qatar to'qidik, ikkinchi qatar to'qidik. Shu екі қатар to'qidik. Endi biz uchinchi qatar to'qiymiz. Uchinchi qatar to'qiymiz, so'sin to'rtinchi qatar to'qiymiz. So'sin to'rtinchi qatar to'qib bo'lgandan keyin beshinchi qatarda kesishamiz. Ya'ni o'ta o'ng'ay, manaqaday to'qib berasiz. Tek ikki rezinkani. Ikki rezinka tek shet ilmeklarda birinchisini shishib, so'nggisini har doim ters to'qiymiz. Birimizning ters jag'i ikki ilmek ters. Surat bo'yicha, ya'ni ilmek bo'yicha biz to'qib beramiz arada. To'rt qatar to'qib bitirdim. Men bizga жұмыстың ters jag'iga keldik, ya'ni mana ikki ilmek ters bo'lsa, onda biz жұмыстың ters jag'ida turib deganmiz. Bu durust degan. Bizga to'rtinchi qatar, beshinchi qatar ters жұмыстың ters jag'idan boshlanadi. Endi biz qalay to'qiytimizda ko'rsatayotgan beshinchi qatarda biz bir shet ilmekni o'ng jaq iynega shishib olamiz. So'dan keyin bizga 6 ilmek o'ng to'qiymiz. So'dan keyin o'rtadagi ilmekni ikki ilmek bilan жалғастырамызda, so'nggi 7 qatarda biz 6 o'ng ilmek, so'sin bir shet ilmekni ters to'qiymiz. Hozir ba'rini ko'rsatib bo'laman qalay istaytimizda. Bu uchun biz birinchi shet ilmekda biz o'ng jaq iynega shishib olamiz. So'dan keyin ilmek sanaymiz. O'ng to'qiymiz. Ya'ni ters ilmekda o'ng to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 ilmekni o'ng to'qqandan keyin biz shataspa uchun o'sha yerga chirishib qo'yib. Chirishib qo'yamiz yaxshi. 6 ilmek terdik. Endi bizga mana shu endi arqarada 2 ilmek жалғасады. Ya'ni 2 o'ng, 2 ters. 2 o'ng, 2 ters etib жалғастырамыз. Ko'rib turganingizday, men ters ilmekni mana berg'i qavrg'asini olmay, bulaydan istayotgan jo'qman. Bulaydan mana ortqa qavrg'asi bor, so'ng o'rtasidan solamda, eshitib ortqa qavrg'asini ko'taramda, eshitib to'qiyman. Agarda siz mana qavrg'asidan to'qisangiz, ya'ni oldingi qavrg'asini to'qisangiz, o'shunday o'shada krestик bo'lib, unday bo'lmagan yaxshi. Unda shapingiz boshqacha bo'lib ketadi rezinkasi. So'ng o'ng ilmekni durust to'qiymiz, ademi jati uchun. Shundan keyin 2 ilmekni so'nga дейін 7 ilmekka sheyin to'qiymiz. So'nggi 7 ilmek qoldi. Bizga o'ng ilmekdan chirishimiz. Chirishilgandan keyin biz mana 6 ilmekni o'ng to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 ilmekni o'ng to'qqandan keyin mana shet ilmekni so'nggi ilmekni biz ters to'qiymiz. So'sin endi shumisni o'ng jag'ini audaramiz. Endi bizga o'ng jag'ida mana 6 ilmek bizga ters bo'lib keladi. Uni biz ters to'qiymiz hozir. Birinchi ilmekni o'ng jaq iynega shishib olamiz. So'sin mana 6 ilmekni ters to'qiymiz. Bizga bu 6-chi qatar. Ya'ni 6-chi qatarda bizga bulay bo'ladi. 6-chi qatar. Bizga 5 ilmek, so'sin 6 qatar ters. Ters ilmek, so'sin 2 ilmek bizga rezinka surati, so'sin 6 ilmek bizga ters bo'lib keladi.
теріс болып келеді. Сосын біз шеткі ілмекті теріс тоқимыз. Бұл шеткі ілмекті есептейміз. Сонда айтатын боламын. Так, бізде 6 ілмек теріс тоқыдық. Шеткі ілмекпен, сосын 6 ілмек. Содан кейін енді мына инен түйрешті оң жақ инеге шешіп аламыз. Содан кейін біз 2-2 резинкамызды тоқимыз. Мына соңғы мына түйрешке дейін тоқимыз. Әже түйрешке келдік. Оны оң жаққа шешіп аламыз. Сосын мына 6 ілмекті біз теріс тоқимыз. Бізде бұл 6-ші қатар. Сосын соңғы ілмекті де теріс тоқимыз. Бізде 7-ші қатар. 7-ші қатар дәл 5-ші қатар қосып тоқимыз. Яғни 5-ші қатарда біз бір теріс ілмек, бір шеткі ілмек, 6 оң ілмек, 2-2 резинка, 6 оң ілмек, сосын бір шеткі ілмек. Сөйтіп, соңына де тоқшамыз, қазір қараңыздар. 6 оң ілмек, түйрешті оң жағына шешеміз, сосын 2-2 резинканы тоқимыз. 2-2 резинканы соңғы мына түйрешке дейін тоқып шығамыз. Түйрешке дейін тоқыдым, түйрештен кейін 6 ілмек оң тоқыдым, сосын соңғы шеткі ілмек бізде теріс болады. Оны теріс тоқимыз. 7-ші қатар тоқып бітірдік, енді жұмыс оң жағына келдік. Енді біз 8-ші қатар тоқимыз. 8-ші қатар бізде дәл 6-ші қатар сияқты болады. Яғни бірінші ілмек, бірінші ілмек оң жаққа шешеміз, сосын түйрешке дейін біз теріс ілмектермен тоқимыз. Яғни 6 теріс ілмек тоқимыз. Содан кейін біз түйрешті оң жақ инегелеріміз де, мына жерде үш білесіздер, сурет бойынша, яғни ілмек бойынша біз 2-2 резинка тоқып шығамыз да, түйрештің соңғы түйрешке дейін келеміз да, мына жерде 6 теріс ілмек, сосын мына шеткі ілмекті де теріс тоқимыз. Сөйтіп өзіміз тоқып шығамыз да, 9-ші қатарда кездесеміз. 8-ші қатар тоқып бітірдік, енді біз 9-ші қатар тоқимыз. 9-ші қатарда біз былай тоқимыз. Бірінші ілмекті оң жағынан шешіп аламыз, сол шеткі ілмекті білесіздер. Содан кейін біз мына 6 ілмекке біз тағы да 2 ілмек қосамыз. Яғни біз түйрештен кейінгі мына 2 ілмекті алып кетеміз қазір. Оны біз мына ілмектерді, яғни 8 ілмекті біз теріс тоқимыз. Сосын арғата 2-2 резинканы жалғастырамыз да, сосын тағы да 8 теріс тоқимыз, сосын шеткі ілмекті теріс тоқимыз. Так, біз 9-ші қатар тоқимыз, сізге көрсетейін. Бірінші ілмекті оң жағына шешеміз, білесіздер. Енді теріс ілмекті, біз оң ілмекті қалай теріс тоқимыз. Жақындатып көрсетейін. Міне бізде оң ілмек тұр. Негізгі жіпті жұмыстың алдыңғы жағына шығарамыз. Сосын мына оң ілмектің артқы жағынан алып келеміз инені. Артқы жағынан алып келгеннен кейін мына жіпті сол тесіктен ілмектен алып шығамыз. Сол кезде бізде теріс ілмек пайда болады. Сөйтіп, яғни негізгі жіпті жұмыстың алдына жібереміз. Ілмектің артынан алып келеміз инені. Сосын теріс тоқимыз. Яғни жіпті мына тесіктен алып шығамыз ілмектен. Сөйтіп, 8 ілмек тоқимыз. Яғни 6 болды, мына түйрешке дейін 6. Сосын түйрешті алып тастай тұрамыз пока. Сосын мына оң ілмек тұр ғой. Соңында біз теріс тоқимыз. Яғни 8, бізде 8 теріс ілмек болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді түйрешті қайта орналаймыз, шатас болсымыз. Содан кейін бізде мына жерде резинка келеді, яғни 2 теріс ілмек тұр, теріс тоқимыз. 2 оң ілмекті оң тоқимыз. Сөйтіп,
мына теруштің алдындағы мына оң ілмекке дейін жалғастырамыз. Мына теруштің алдындағы оң ілмекке дейін жалғастырамыз. Яғни бұл мына жерде теріс ілмекке шейін тоқимыз. Міне біз мына жерге оң ілмекке келдік. Бұл жерге біз қазір теруш телетін боламыз. Қазір мына жерге басқа теруш аламын. Келеміз, теріс ілмектен елеміз, сосын мына оң ілмекті, яғни теруштің алдындағы ілмекті біз теріс тоқимыз. Сосын мына терушті алып тастаймыз, жұмыс барысында уже керек емес бізге. Содан кейін біз мына жердегі оң ілмектерді, яғни 6 ілмекті теріс тоқимыз. Алты ілмекті теріс тоққаннан кейін біз мына шеткі ілмекті теріс тоқимыз. Сонда бізде былай болды, теруш ілдік қой. Содан кейін біз 8 ілмек теріс тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сосын шеткі ілмекті теріс тоқыдық. Енді біз 10-ші қатар тоқимыз. 10-ші қатарды біз былай тоқимыз. 10-ші қатар. Bir шеткі ілмек, сосын 8 оң ілмек болады. Содан кейін 2-де 2 резинка, сосын 8 оң, сосын шеткі ілмек. Теріс болады шеткі ілмек. Сөйтіп тоқимыз. Яғни бұл жерде уже түсінікті деген ойдамыз сізге. Мына оң ілмектерді оң тоқимыз. Жұмыстың оң жағында бізде оң болып келіп бұны. 8 ілмекті оң тоқимыз. Шатаспаймыз, мына теруш ілген болсаңыз шатаспайсыздар. Мына терушке дейін 8 оң ілмек тоқыдым. Bir шеткі ілмек, сосын 8 ілмек. Сосын терушті оң жағына келеміз. Сосын 2-де 2 резинканы тоқимыз. Мына терушке дейін. Терушке келдім. Оң жағына шешіп аламыз да. Мына ілмектерді біз 8 ілмекті оң тоқимыз. 8 ілмекті оң тоққаннан кейін біз соңғы ілмекті теріс тоқимыз. 10-ші қатар тоқып бітірдік. Енді біз 11-ші қатар тоқимыз. 11-ші қатар бізде дәл 9-ші қатар секілді тоқимыз. Бізде бірінші ілмек оң жағына шешеміз, оны білесіздер. Содан кейін дәл 9-ші қатардағыдай 8 теріс ілмек тереміз. Содан кейін біз дейтін 2-де 2 резинканы жалғастырамыз. Сосын 8 теріс ілмек тоқимыз. Содан кейін шеткі бір ілмекті біз теріс тоқимыз. Сосын дәл солай келесі қатарды тоқимыз. Яғни біз 12-ші қатарды дәл 10-ші қатар секілді ғып тоқимыз. Яғни бір ілмек, бірінші ілмек бізде оң жағына шешеміз. Сосын 8 оң ілмек тоқимыз. Содан кейін біз 2-де 2 резинканы жалғастырамыз да. Сосын 8 оң ілмек тоқимыз. Сосын бір ілмек теріс тоқимыз. Яғни шеткі ілмекті теріс тоқимыз. Біз өзіміз 11 мен 12-ші қатарды тоқып шықтық. Енді біз деген 13-ші қатар тоқимыз. 13-ші қатарда біз бұлай тоқимыз. Яғни мына 8 ілмекке біз тағда 2 ілмек қосамыз. Яғни 13-ші қатар, бірінші шеткі ілмек, сосын мына 8 ілмекке біз 2 ілмек қосамыз. Яғни бізде оң ілмек болады. Соны біз оң
оң ілмек қол тоқимыз. Сосын 2-2 резинка жалғастырамыз. Сосын 10 оң ілмек тоқимыз. Сосын оң ілмек тоққаннан кейін біз шеткі ілмекті теріс тоқимыз. Яғни біз қазір 13-ші қатарда былай тоқимыз. Бірінші ілмекті біз оң жақ инеге шешіп аламыз. Сосын мына теріс ілмектерді түйреуішке дейін оң тоқып шығамыз. 3 ілмек оң тоқыдық. 4, 5, 6, 7 және де 8-ші ілмек. Сосын мына түйреуішті пока алып тастайық жұмыстан. Сосын мына 2 теріс ілмек тұр. Соны біз 2 оң тоқимыз. Сонда бізде 8-ге 2 ілмек қосылды. Сосын түйреуішті оң жақ инеге ілеміз. Сосын арағата 2-де 2 резинканы жалғастырамыз. Оны қалай тоқу керектігін сіздер білесіздер. Сол мына түйреуіштің алдындағы мына теріс ілмекке шейін тоқып шығамыз. Түйреуіштің алдындағы 2 теріс ілмекке келдік. Енді сол 2 ілмекті теріс тоқимыз. Мына жерде біз түйреушілейік. Мына жерге қойайық. Содан кейін біз мына 2 теріс ілмекті оң тоқимыз. Сосын мына түйреуішті алып тастаймыз да, сосын жалғастырып, соңғы ілмекке шейін біз мына 8 ілмекті оң тоқимыз. Яғни біз қазір 8 ілмекке 2 ілмек қостық. Сонда бізде оң ілмек оң тоқимыз. Сосын соңғы ілмекті біз теріс тоқимыз. Өстіп біз 13-ші қатар тоқыдық. Енді 14-ші қатарды қалай тоқу керектігін айта кетейін. Қағаз ауыстыртсаны мен бермеңіздер. Мына жерде менде 18-ші қатарды жазып қойдым. Шатасып негізінен 17-ші қатар болу керек. Сол үшін жаңа қағазға жаздым. Енді бізде бұлай болады. Қазір біз 13-ші қатарды тоқып бітірдік. Енді 14-ші қатарды тоқимыз. 14-ші қатар бірінші ілмек оң жақты шешеміз де 10 теріс тоқимыз. Резинка 2-де 2, 10 теріс. Сосын шеткі ілмекті теріс тоқимыз. 15-ші қатар бізде 13-ші қатар қылып тоқимыз. 16-ші қатарда біз 14-ші қатар секілді қылып тоқимыз. Содан кейін біз 17-ші қатарда 2 ілмек қосамыз, яғни оңға 2 ілмек қосамыз. Алдында мына 8-ге біз 2 ілмек қосып оң ілмек тоқысақ, енді мына оң ілмекке 2 ілмек қосамыз да арағата сөйтіп тоқимыз. Солай біз деген тағы да мына 17-ші қатардан кейін тағы да 3 қатар тоқимыз. Содан кейін біз яғни мына 17, 18, 19, 20 болады. 21-ші қатарда біз тағы да 2 ілмек қосамыз. Сөйтіп арағата жалғастырып өзіміздің қатарын қосып шығамыз. Сонда біз мына ортада мен тоқып бітірдім. Міне ортада бізде 6 ілмек қалу керек. 6 ілмекті қалғаннан кейін біз дәл солай бұл ілмектерді де дәл солай тоқимыз. Яғни қазір бізде ілмек саны былай болады. Мына жерде мен егерде менің тығыздығыма түсіп ілмектер мына таблица бойынша ілмек терсеңіз, мына жерде көрсеткен таблица бойынша ілмек терсеңіз, онда сіздердің ілмектеріңіз осындай болады. 3 айға 27-де 27, яғни мына жердегі шеткі ілмектер, түйреуіштің алдыңғы ілмектері 27 ілмек болады 3 айға, 0 айға. Сосын ортада 6 ілмек, одан кейін 27 ілмек. Мен дәл солай тоқыдым, сонда менде сөйтіп шықты. Сіздер де егерде осы таблица арқылы, менің таблицам арқылы тоқысаңыздар, осы соңғы қатарыңыз, яғни ортада 6 ілмек қалады ғой, сол кезде мына жанындағы ілмектер осындай сан болу керек. Обязательно қай өлшемге тоқысаңыздар да, осы мына жерде көрсетілгендей ілмек қалу керек. Егерде сіз менің таблицам бойынша тоқымасаңыз, онда тек қарайсыздар, мына жерде ортада 6 ілмек қалу керек. Сонда мына жерде көрсетейін. Көріп тұрғаныңыздай мен баспалдақ секілді тоқып бастадым. Яғни 6 болды, одан кейін 8 болды, сөйтіп жалғастырдық та біз. Сол кезде енді қазір бізде инеде мына жерде мына шеткі ілмекпен бастап санағанда, шеткі ілмекті одан да санамадық қой біз. Тек ортадағы ілмектерді санап жүрдік. Енді шеткі ілмекпен санағанда менде 37 ілмек. Яғни ортада 6 ілмек қалса, менде 37 мына шетте.
Сіздер де дәл солай, тек мына жерде егерде менің таблицам арқылы емес, өзіңіздің таблицаңыз, то есть есептеп өзіңіз тоқсаңыз, тек мына жерде 6 ілмек қалдырып кету керек. Одан кейін біз 6 ілмекті нешен қалдырдық десеңіздер, негізі бұл жерде де біз дәл сол алдағыдай тоқимыз, яғни мына теріс ілмектерді де қазір келесі жұмысты аударып тоққан кезде келесі осы теріс ілмектерді де алып кететін боламыз. Бірақ біз келесі қатарды, яғни мына жерде бізде мына теріс ілмектерді алып кеткеннен кейін біз деген 3 қатар тоқимыз. Біз алдында мына жерде біз 4 ілмектерден 4 қатар тоқып жүрген болсақ, енді біз деген бұл жерде қазір оң ілмектермен тоқып, ана ортадағы басындағы мына жерде 4 қатар тоқылып тұр, корпуса. Енді келесі қатарда біз 3 қатар тоқимыз тек. Яғни қазір біз 27 ілмекті оң тоқимыз да 27 ілмекке 2 ілмек қосамыз. Яғни қазір мына жерде бізде 2 ілмекті қосып күтеміз, сол кезде бізде 29 ілмек болады. Яғни менде 29 болады. Содан кейін ортадағы теріс ілмекті тоқимыз теріс қылып, сосын арғата жалғастырамыз дәл солай алдындағыдай тоқимыз. Тек мына жерде көріп тұрғаныңыздай бізде 4 қатар болып тұр. Бірақ біз келесі қатарларды біз тек 3 қатар тоқимыз. Енді арғата өзіміз жалғастырып 3 қатар тоқимыз. Соңында бізде қатарымызды тоқып болғаннан кейін соңында бізде 2 ілмек қалады ортада. Ал жан жағында егерде мен таблицам арқылы тоққан болсаңыздар, яғни мына көрсеткен таблицам бар ғой, сол арқылы тоқсаңыздар, мына ілмекті теріп, онда сізде соңында осындай ілмек болуы тиіс. Қараңыздар, мына жерде мен таблицаның ілмектерін жазып қойдым, аймен, содан кейін таблица ілмек санын жазып қойдым. Содан кейін ең соңғы қатарда бізде осындай, яғни ортада 2 ілмек қалса, 2 тируш тұрады ғой, ортада 2 ілмек қалса, сонда бізде 0,3 айға 29 ілмек қалу керек жандарына, 2 жағынан. Яғни бұл жеріне. Мына тируштар міне 2 ілмек қалды ортасында. Енді жан жағында бізде менде 0,3 айға тоқпатқасын, менде 29 ілмек бар мына жерде. Сізде өзіңіздің ілмегіңіз болады. Мына жерде скринді алсаңыздар болады. Жақындап көрсетейін. Соны скринді алсаңыздар болады. Содан кейін бізде мына жерде айта кететін жайт, мына жерде мен дейтін 4 қатар емес, 3 қатар тоқып қойдым. Мына жерде біз алдында 4 қатардан тоқып тұрдық қой, каждый раз. Енді бізде мына жерде менде 3 қатар болып тұр. Ол не үшін десеңіз, мына жерде қазір енді біз келесі қатарды біз оң ілмектер қылып тоқимыз. Келесі қатарды біз оң ілмектер қылып тоқимыз. Бәрі өлшемге естіп тоқимыз. Оң, мына тируshке дейін оң тоқимыз. Мына жерде тируshке дейін келдік. Тирушты енді біз жұмыс барысынан алып тастаймыз, ол керек емес. Енді бізге мына ортада 2 ілмек бар ғой, соны да оң тоқып кетеміз. Сосын мына тирушты де алып тастаймыз да, соңына дейін оң тоқимыз. Мына соңғы ілмекті біз теріс тоқимыз. Соңғы ілмекке келдім. Соңғы ілмекті де алдында айта кеткендей теріс тоқимыз. Bir қатар оң ілмектермен тоқып шықтық. Мына жерде енді жұмыстың теріс жағында бізде мына жерде теріс ілмектермен келіп тұр. Енді біз мына жерде енді шапканы бір-бірлеріне қосып тігуіміз керек. Ол үшін бізге тебенені керек. Тебенені бәрібір қандай болса да, менде осындай түрі бар. Соны қолданамыз. Содан кейін бізге қайшы керек. Не етсеңіз, мына жіпті қазір қиып аламыз. Мына ілмектерді жабу үшін біз мына жерді өлшеп, яғни жіппен өлшеп аламыз. 3 айналым. 1, 2 және 3. Ұзынырақ аламыз, жетпей қалмасын. Қалып қойғаннан көрі жетпей қалғаннан көрі қалып қойған жақсы. Айта алмай қалдым ғой. Енді
Тебен инеге тығамыз жіпті. Жұмысты өстіп аударамыз қазір. Мына ортадан шығарып алайық. Кішкене. Мына инеміз нәтижесін келу үшін. Екі жақтан да өстіп жақындатып аламыз. Мына жерде біз қазір жауып бастаймыз. Мына бізде негізгі жіп, мына екінші иненің арт жағынан шығып тұр. Бізде шапқаны өстіп ұстап алдық. Мына бізде жұмыстың оң жағы. Яғни мына жерде екі оң ілмек, бізде жұмыстың оң жағы. Енді біз деген мына ілмекті инеден шешіп аламыз. Өстіп саламыз. Сосын шешіп аламыз да, соңына дейін тартамыз жіпті. Соңына дейін тартқаннан кейін біз мына ілмекке саламыз. Мына ілмекке өстіп салып аламыз. Арт жағынан. Сосын оны инеден түсіріп аламыз тоже. Соңына дейін тартамыз жіпті. Содан кейін біз мына екінші ілмекке, алдыңғы бірінші ілмекке саламыз. Онда біз инеден түсіріп аламыз. Сосын мына екінші ілмекке саламыз. Мына арттан алып келеміз. Бірінші қабырғасынан ортасына салып, онда инеден түсіріп аламыз. Енді мына жерде қараңыздар. Мына жерде бізде мына ілмек тұр міне. Соның үстіне саламыз да, мынаның арт жағынан алып келеміз. Яғни, мына бергі қабырғасына өстіп саламыз инені. Оны да инеден түсіріп аламыз. Енді мына қабырғасы ілмек мынандай болып тұр. Енді біз алдыңғы ілмекке саламыз. Яғни, алдыңғы инедегі мына екінші ілмекке саламыз. Яғни, бірінші ілмекті түсірдік, екінші ілмекті түсірдік. Бірақ ол бізде бұлай болып тұр. Соның мына қабырғасынан, мына бір қабырғасынан біз екінші мына артқы жақтағы қабырғасынан көтереміз. Сосын мына оң ілмектің алдыңғы қабырғасынан алып келеміз. Де соңына дейін тартамыз жіпті. Сосын онда инеден түсіріп тастаймыз, бізге ыңғайлы болу үшін. Содан кейін мына жерде мына түсіріп алған инемізді, ілмегімізді мына бірінші қабырғасынан көтереміз. Сосын мына жерде бізде теріс ілмек бар. Оны біз мына бірінші қабырғасынан артқа саламыз. Соңына дейін тартамыз да инеден түсіріп тастаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде бізде оң ілмектермен шығып келе жатыр. Енді сөйтіп жалғастырамыз. Мына жерде алдыңғы ілмектің бірінші қабырғасынан, яғни бірінші қабырға, екінші қабырға деп естейік. Бірінші қабырғасын көтереміз де, мына жақта да бірінші қабырғасын саламыз. Оң жақтан сол жаққа саламыз. Содан кейін жіпті соңына дейін тартамыз. Сосын мына алдыңғы қабырғаны тауып аламыз. Ілмекті инеден шешіп аламыз. Сосын мына алдыңғы ілмекті қараймыз. Төменге қарата саламыз. Сосын теріс ілмектің бергі қабырғасынан артқа қарата саламыз. Сосын соңына дейін тартамыз да, мына теріс ілмекті инеден шешіп аламыз. Сөйтіп жалғастырамыз кезектен кезек. Сразу бүйтіп шешіп алсаңыздар болады. Мұқият қарасаңыздар бәрі түсінікті болады. Қайта қайталап істесеңіздер болады. Өстіп осы ілмектерді жаламыз сөйтіп, соңына дейін, соңында кездесеміз мына жерде. 2-3 ілмек қалғаннан кейін. Енді бізде жұмыста 3 ілмек қалды. Мына артқы ілмектен бір ілмек шешіп алдым уже. Енді мына келесі ілмектен екінші рет салып алуымыз керек. Кішкене тартайық. Екінші рет саламыз да келесі инедегі
келесі ілмекті алып аламыз. Яғни манағыдай жалғастырамыз, үш жерде тоқып. Инемен жап. Енді мына жақтағы ілмекті саламыз да өйстіп алып аламыз. Яғни мына бір инені. Екінші инені алып тастайық. Енді бізде бір ілмек қалды инеде. Оны да дәл солай алып аламыз. Енді инені жұмыстан алып тастадық. Енді мына жерде қараңыздар. Сосамыз салайық. Көрініп тұру үшін. Мына жердегі алдыңғы ілмекке саламыз. Сосын екінші рет мына ілмекке саламыз да ішіне тығып жібереміз. Енді мынаған аударамыз теріс жағына. Қараймыз, бәрі жақсы болып тұр ма екен. Дым тартып тұрмаса, инені жіпті жасырамыз, яғни. Жіпті. Міне. Жіпті мына жерге байлап жіберейік біліп. Сосын жерге, теріс ілмектерге, немесе оң ілмектерге жасап шығамыз. Егер де оң ілмектерге жасырсаңыз, былай жасырады. Міне оң ілмектің бірін жатын аламыз. Сосын өйстіп айналдырып алып шығамыз. Инемен. Содан кейін инені соңына дейін тартамыз. Енді инені мына жаққа тайық. Мына ілмекке соңғы екі жағынан. Сосын енді айналдырып мына жаққа саламыз. Оң ілмектерге. Яғни келесі жағына. Келесі жағына жасырғаннан кейін біз мына жердегі ілмекке, оң ілмекке саламыз да. Мына теріс ілмектерге жасырамыз. Өзіңіз білесіз, қалай жасыратыныңызды, өзіңізге ыңғайлы болып жасырып шығасыздар. Мен өзімнің әдісімді көрсетіп жатқаным ғой. Сөйтіп жасырамыз да, жіпті қиып тастаймыз. Тым қорықпаңыздар, сөгіліп кетпейді. Бұл әдіспен жапсаңыздар, мына оң ілмектерге салдық қой, сонда әдіспен салсаңыздар, ештеңе сөгіліп кетпейді. Енді шапканы оң жағына аударамыз қайтадан. Осындай болып шықты бізде шапка. Яғни бұл жері міне. Мынау маңдай жағы, мынау желке жағында ілмектер, теріс ілмектер бізде желке жақта тұрады. Мынау оң ілмектермен келіп тұрады. Осындай әдемі ол бізде маңдай жақта тұрады. Сондай-ақ мына жерде мен айта кеткендей, мына жерде екі оң ілмек болса, значит бізде жұмыстың оң жағы мынандай өрлеген әдемі болып келеді. Баланың маңдайында сөйтіп тұрады. Немесе егер де сізге мына жағы ұнаса, мына жағында кигуге болады. Мынандай теріс ілмектермен тұрады мына жерде. Баланың басына кигізгенде маңдайында. Екі жақта бара береді. Бірақ бұл жерде енді соны таңдайсыз, қайсысы ұнайтын, содан кейін барып, біз мына жерге қазір айкорд шнурмен өткіземіз. Қазір бәрін көрсететін боламын. Қазір енді біз шапкаге шнур тоқимыз, яғни бау тоқимыз. Бау бізде айкорд бау деп айтылады, яғни айкорд шнур деп айтылады. Соны тоқимыз. Бірінші біз ұзынырақ бау тоқып шығамыз. Сосын жерге бекітеміз де, мынаны жалғастырып, мына жерден ілмектерді көтеріп, жалғастырып тоқып шығамыз жерге. Сосын келесі жағынан көтереміз. Қаяқтан бастап, қаяқтан көтеретінімізді көрсетемін. Сосын келесі жағынан көтеріп, ұзынырақ осы жаққа тоқимыз. Енді қазір бау қалай тоқылатынын көрсете кетейін. Бізге ол үшін екі ине керек.
Екене болу керек обязательно. Неге десеңіз, біз аударып тоқитын болғасын, лескісі бар инемен тоқысаңыз ыңғайсыз болады. Сол үшін осындай аламыз. Содан кейін біз мына ілмек тереміз, мынадай басындағы сияқты. Ілмек теріп алайық. Сосын біз ештеңе аудармаймыз, бұлай ысырамыз да, мына шетіне ысырып қоямыз. Содан кейін біз мына үш ілмектерді енді сол үш ілмекті тоқуымыз керек. Бірінші ілмекті оң тоқимыз, яғни мына үш ілмекті де оң тоқып шығамыз. Оң тоққаннан кейін біз қайтадан мына ілмектерді мына жылжытамыз. Жылжытамыз, содан кейін біз қайтадан оңға тоқимыз. Сөйтіп жалғастырып, біз 20 сантиметрдей тоқимыз. Ұзынырақ болса, балаға байлау, мойнына байлайтын кезде ыңғайлы болады. Бантик қылып байлауға, немесе басқаша әдіспен байлағанда ыңғайлы болады. Сол үшін мына жерде ұзынырақ қыласыз. Өзіңіздің ұзындығыңызды таңдасаңыздар болады. Бірақ мен бір жағында 20 сантиметр, екі жағында 20 сантиметрден тоққан күшті көремін. Күшті болып тұрады, әдемі байланады. Сол үшін өйстіп тоқып шығамыз. 20 сантиметр тоқимыз, өлшейміз өшірден. Сосын ары қарата жалғастырамыз. Бауды тоқып шықтым. Баумен де 22 сантиметр болып кетті. Мұндай үлкен болып кетсе ештеңе етпейді. Міне, көрсетейін. 21-22 сантиметр болып кетті. Енді біз ары қарата жалғастырамыз тоқуды. Енді біздегі мына шапканың былай қарап тұр ғой бізге. Мына жіп шыққан жағы емес, мына жағынан бастаймыз қазір. Ілмек көтеріп, мен жақындатып алдым. Енді мына жерде бізде мынандай екілік ілмектер бар. Яғни осылай өрілген болып келеді. Сөйтті сол екі ілмектен екі жерінен біз алып аламыз. Сосын мына жіпті бір алып шығамыз, бір ілмек алып шығамыз да, мына инені соңына шейін итереміз. Содан кейін біз былай істейміз. Мынадай бауды тоқимыз. Яғни екі ілмек тоқимыз. Екі оң ілмек. Содан кейін мына ілмекті және мына іліп алған ілмекті, яғни мына бір ілмекті өйстіп аударып аламыз. Сосын екеуін оң тоқимыз. Екеуін оң тоқып аламыз. Сосын келесі ілмек көтереміз, яғни келесі өрілгеннен ілмек көтереміз. Сосын инені соңына дейін тереміз. Сосын қайтадан оң тоқимыз екі ілмекті. Екі ілмек бөлек оң тоқимыз. Мына ілмекті біз аударып аламыз. Қабырғасын, екінші қабырғасымен былай аударамыз. Содан кейін біз мына ілмекпен бірге оң тоқып жібереміз. Кішкене тығыздау болуы мүмкін. Сосын қайтадан біз ілмек көтереміз. Мына шеткі ілмектен қайтадан ілмек көтердік. Сөйтіп жалғастырамыз. Баудың екі ілмегін тоқимыз. Сосын ілмекті аударамыз да бірге тоқып жібереміз. Сол кезде бізде мына бау желке жағына бекітіліп жатыр. Көріп тұрғансыз. Осылай болып келеді. Сөйтіп соңына дейін істеп шығамыз. Міне. Келесі ілмекті көтереміз.
иненің соңына итереміз. 2 оң. Содан кейін мына ilmekті біз екінші қабырғасымен алып келеміз де, мына екеуін біріктіреміз. Сөйтіп соңынан жалғастырып, нәтиже үшін келеміз. Мына соңғы емес, мына жерге келеміз де, сол жерде кездесеміз. Дәште мен соңғы ілмекке келдім. Міне жіптің ұшы осы жерге, осы жерден біз қазір ілмек көтереміз. Бұл да міне екілік ілмек, содан бір ілмек көтереміз. Енді бізде инеде алдындағыдай 4 ілмек тұр. Енді сол ілмектерді біз былай тоқимыз. Алдындағыдай 2 оң ілмек тоқимыз. Екіншісі, сосын мына ілмекті аударамыз да, алдыңғы ілмекпен біріктіреміз де, оң тоқимыз. Сосын біз арғата осы 3 ілмекпен енді келесі бауды тоқимыз. Яғни алдыңғы ұзындық бауын тоқыдық қой, сондай ол өзіміздің ұзындығымызды тоқып шығамыз. Шапканы тоқып бітіріп қалдық. Міне бауын дейтін екінші жағында, мына бірінші жақтағы бау ұзындығымен бірдей қылдым. Енді біз мына 3 ілмекті жабуымыз керек. Ол үшін жақында тоқайын. Мына бірінші ілмекті біз оң тоқимыз. Сосын екінші ілмекті біз аударамыз. Мындай аударылып тұру керек міне. Естіп артынан аударып аламыз да. Сосын мына 2 ілмекті бірге тоқимыз. Бір оң көп. Сосын мына бірінші ілмекті, яғни мына жақтан санағанда мына бірінші ілмекті біз мына ілмектен алып шығамыз. Ол үшін мына екінші ілмекті біз жоғарыдан көтереміз, ашамыз, яғни сосын мына екінші ілмекті содан алып шығамыз. Сосын қаттырақ тартамыз. Сосын мына жіпті кішкене ұзынырақ қойып аламыз. Ұзынырақ қойып аламыз, оны қазір жасыратын боламыз. Сосын ұшынан өстіп қиып аламыз. Енді мына жіпті жасырамыз, қазір біз кішкене қаттырақ тартып алайық. Тебеніне келеміз. Сосын мына жерге саламыз. Яғни баудың ортасына саламыз. Тебеніне кішкене жұқа ине болса, күшті болады еді. Мен жұқа инемді тауып алмай қалдым. Так, ыңғайсыз болып тұр. Тығыздау болып тұр. Өстіп саламыз да, сосын тартып шығарамыз бұяқта. Сөйтіп, мына шнурдың ішінен бүйтіп салып, өзімізді, жібімізді жасырамыз. Тартып жасырып тастаймыз. Содан кейін жіптің ұшын біз кішкене сәл қысқартып қиып тастаймыз да. Сосын мына жіп қалып қойдық бізде. Содан мына шнурды бүйтіп тартамыз, сол кезде жіп ашылып кетеді. Келесі жағында дәл солай істейміз. Бізде енді шапка дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай. Мына жіптерді алып тастайық. Шапка өстіп дайын болды. Өте әдемі көрінеді. Содан кейін мына жерде бізде мына жіп бар. Мына басындағы ұшы ғой жіптің. Сонда біз осы жерге мына баудың міндетіне жасырып шығамыз. Мына яғына жасырып алады, мына яғына жасырып алады. Өзіңізге ыңғайлы жерін таңдап аласыз да жасырасыз. Енді тартылмай қалды. Кішкене қиып алайық үшін. Тартып тастаймыз. Болды. Енді бізде шапка дайын болды. Шапканың екі жағында киюге болады. Көріп тұрғаныңыздай. Екі жағында киюге болады. Бұл жерде енді бізде маңдай жақта мынандай теріс ілмектермен келеді. Мен көбінесе осы жақпен кигіземін.
Міне, әдемі өрілгенмен. Осындай шапка бізде дайын болды. Енді дайын шапканы біз 30 градустық суға қолмен жуамыз да кептіреміз. Менімен бірге тоқып, үйренгеніңіздерге өте қуаныштымын. Сондай-ақ егер де осы шапканы менің мастер-классым арқылы тоқып жатсаңыздар, маған суретін инстаграмға жіберсеңіздер болады. Өте қуанышты боламын. Сондай-ақ менің каналыма тіркеліп, лайк басып, егер ұнаса видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.